Ай мектеп. Аға, маған бірыңғай мүшелерді түсіндіріңізші. Ол үшін сен қандай гүлдер әдемі екенін айтшы. Ақ, қызыл, сары, көк, бәрі де әдемі. Иә, гүлдердің бәрі де әдемі, нәзік болады. Бірақ гүл бар жерде ара болатыны жаман. Олар бал жасайды ғой. Неден? Қайда жасайды? Балды гүлдердің шірнесінен, тозаңынан, өз ұяларында, омарталарда жасайды. Бұл бал емес қой. Гүлде дайын бал болмайды. Аралар гүлден жинаған шірнені ұядағы басқа араларға апарады да қайтадан ұшып кетеді. Ұядағы аралар оны тор көшшелерге салады, желдетіп артық ылғалын жояды. Араның сілекей безі шірнедегі қант құрамын өзгертіп, оны балға айналдырады. Балдың гүл шірнесінен, тозаңынан жасалатынын білмеппін. Сонда балды екі түрлі нәрседен, екі жерде де жасайды екен ғой. Иә, дұрыс. Енді бірыңғай мүшелерге оралайық. Байқасаң, шірнесінен, тозаңынан деген екі сөз және ұяларында, омарталарда деген сөздер бір сұраққа жауап беріп, бір сөзбен байланысқан. Сондықтан олар бірыңғай мүшелер деп аталады. Жазуда олар бір-бірінен үтір арқылы ажыратылады. Олар екіден көп болуы да мүмкін. Мысалы, қандай гүлдер дегенге нәзік, әдемі, ақ, қызыл, сары деп бірнеше жауап бере аламыз. Бірыңғай деген, бірдей деген мағынаны білдіреді екен. Дұрыс, Дана. Сондай-ақ бірыңғай мүшелер сөз тіркестерінен де жасалады. Мысалы, қарашы айналамызға. Бұл жақта түрлі гүлдер, шырынды жемістер, дәрілік өсімдіктер көп өседі. Тамаша, бірыңғай мүшелер бірлескен достар сияқты екен. Дұрыс. Шынында да олар мақсаты бір достар сияқты. Қайталайық. Бірыңғай мүшелер. Бірдей сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бір ғана мүшесімен байланысып тұрған сөздерді сөйлемнің бірыңғай мүшелері дейміз. Мысалы, ақ, қызыл, сары, көк гүлдер өсіп тұр. Бірыңғай мүшелер сөз тіркестерінен болуы да мүмкін. Мысалы, бұл жақта түрлі гүлдер, шырынды жемістер, дәрілік өсімдіктер көп өседі.